Дайым Алматыда қоймады мен. Осы мен білмеймін, сөз жоқ менде. Жағдай осы, айналайын. Қолында таяғы бар, аяғын әрең басып келе жатқан 45 жастағы Самат Нұрмұханов. Бұрын дәнекерлеуші болып жұмыс істеген азамат қаңтардан бері осындай жарымжан халге түскен. Баспалдаққа аяғын көтерудің өзі қиын, пандуспен көтерілді. Көрерінде көрмей, көргерім естіген осы болар. Нұрмұханов өзі тұрып жатқан Алматы облысындағы Әйтей ауылының әкімдігіне келген. Оны мұнда жергілікті емханадан жіберген. Тұрғылықты жерінен тегін медициналық көмек алу үшін әкімдік Нұрмұхановты уақытша жұмыссыз деп тіркеуге қоюы тиіс. Бірақ әкім орында болмаған соң амалсыз кері қайтты. Ел біздікі, қазақ біздікі, жер біздікі, шүкірдейік. Самат Нұрмұханов биыл қаңтардағы дүрбелеңде алаңда болған. Арада 10 күн өткен соң жаппай тәртіпсіздікке қатысты деп қамауға алынған. Наурызда әйеліне изоляторда азапталдым деп хат жолдаған еді. Ол хатында өзін тоққа соққанын, суға тұншықтырғанын жазған. Сәуірде Нұрмұханов қол хатпен босатылған. Бірақ денсаулығы сол күйі түзелмеген. Бетімді ұсташы, міне бетімді ал. Жоқ, жандары жоқ ал міне. Көзінің зрениесі кетті міне. Көрмеймін. Бас кетті міне, екі бастан. Жамбас мынау 4 жерден грыжа қылды. Қабырғам сөк тастады. Бетімді 2 жерден сындырды мына. Сынық мына іші деген бәрі. Сағынды иже мына бәрі сынып кетеді бүйтіп. Мына нервіңкілікті бәрі сынып кеткен ғой мына. Үзіп саған ба, тоқпен білмеймін ғой не істегендер бұлардың деген. Кеземе шай істеп мыналардан ағаттап отырады мына бәрі. Әйтей ауылдық ауруханасындағылар Нұрмұхановтың жағдайынан хабардар. Алайда міндетті сақтандыру болмаған соң шұғыл көмектен өзге ем-домды тегін жасай алмаймыз дейді. Ал ай сайын ақша төлеуге Нұрмұхановтың жағдайы жоқ. Уақытша жұмыссыз деп тіркеуге алса, содан кейін барып обследованиялардан өтеді, барлық зерттеулерден. Егер де зерттеулер сол қорытындысымен жұмысқа жарамайды деген анықтама берілсе, ары қарай солай қала береді базада, жұмысқа жарамсыз ретінде. Егер сондай алдағы уақытта диагноз анықталса. Дәрігерлер әзірге тек ауруды басатын екпе салып берумен шектелді. Жақын арада невропатолог пен травматологке жіберуге уәде етті. Өкпем кеткенше бар ғой. Қойш бейіп жүргенше бар ғой, мынандай азапты көргенше, мен қара жерге кеткенім жақсы да одан. Не мынау, айтшы, не зат мынау? Әйелімді байғұсаны өзі жұмыс істемейді, емшектегі бала. Табатын алатына пособиесі 70 мың, оның 60 мың, 50 мың маған жұмсайды обезболивающийге. Обезболивающий күшімен жүрмде. Бәрі мазасын алып болдым уже. Бұна қандардың оқиғасы маған қатты әсер етті. Нұрмұхановқа қатысты жаппай тәртіпсіздікке қатысты деген бап бойынша қозғалған іс әлі тергеліп жатыр. Ал Нұрмұхановтың өзін азаптау бойынша қозғалған іс жабылып қалған. Тергеу азаптау фактісі расталмаған дейді. Дегенмен Нұрмұханов адвокатымен қайта шағым түсірмек. Мәншүк Асаутай, Санат Нұрбеков, Азат Ньюс.